Мен Сабырәлі Қарлығаш, Парасат AG жекеменшік орта мектебінің 10-шы D сынып оқушысымын. Сіздерге Ильяс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын таныстырып өтемін. Халықтың бай ауыз әдебиетінің мол мұрасын сусындап өскен Ильяс Жансүгіров тума талант иесі. Ол өзінің өмір баянында оған шейін көрген, оқыған әдебиетінің бәрін Абай кітабы жоққа шығарғандай болды. Ойым ояна бастады деп, Абай шығармашылығының қатты әсер еткені жайлы ойын бөлісті. Ұлы ақыннан бағдар нәр алған Ильяс қаламынан «Құлагер» сынды туынды дүниеге келді. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып, кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ильясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тұсымда сері болсын, пері болсын, оңайды өмірмен ақан маған деп, ақанға деген ілтипатын ашық айтады. Тәтті әндермен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Ильястың поэмасында ақан өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Сонымен қоса автор сол замандағы адамдар арасындағы көреалмаушылық сынды жағымсыз қасиеттің ел арасындағы әлеуметтік қоғамдық мәселенің сырын бүкпесіз ашады. Толғану атты алғашқы тарауда ақынның осы мәселелерге деген жеке көзқарасы, елі жері жөнінде ойлары жүрек төрінен тебіреніспен баяндалады. Құлагер поэмасының шоқтығы биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы атақты Сағынайдың асын өткізілуін аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдер толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын күреңбай тап басып айтады. Сонымен қатар ақын осы астағы әр түрлі әлеуметті топты, қазақ халқының түрлі әдет-ғұрыптарын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз, алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгісі сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін. Кекшіл батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Зұлымдыққа толған тар заманға сие алмай, ақын бас ауған жаққа кетіп қалады. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Осы бір поэма әлі күнге шейін шешімін таппаған әлеуметтік қоғамдық мәселелерді көтеріп, оқырманды сансыз сұрақтардың жетегіне қалдырады. Соның бірі адамзат қашан оңалады деген сұрақ. Менің ойымша, адам баласы ақылға салса, ондай қатыгездікке жол бермес еді.